Мен Кентау қаласы Өзбекәлі Жәнібеков атындағы көпсалалы мектеп гимназиясының 5 А сынып оқушыларының сынып жетекшісі Абубакирова Динара Икматуллаевнамын. Менің мақсатым жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген ұрпақ тәрбиелеу. 2023-24 оқу жылында жаңа форматта 3 қарапайым ата-аналар жиналысы мен 2 педагогикалық қолдау орталығының сабағы өткізілді. Бірінші тоқсанда бала тәрбиесіндегі ата-ана рөлі, екінші тоқсанда бала ата-ана, мектеп, үштік одақ құрудың маңыздылығы, үшінші тоқсанда білім мен тәрбие егіз ұғым атты тақырыпта жиналыс өткізілді. Педагогикалық қолдау орталығының ұйымдастыруымен бірінші жартыжылдықта ақыл айтпа жол көрсет, екінші жартыжылдықта ақпараттың ақ қарасын қалай ажыратамыз атты тақырыпта іс-шара ұйымдастырылды. Ақыл айтпа жол көрсет атты сабақтың мақсаты ата-аналардың балаларды жаңа жағдайға бейімдеу қабілеттерін дамыту. Кіріспе ретінде бейімделу кезеңдері мен түрлері жайлы мәлімет берілді. Ата-аналардың көңіл күйін көтеру мақсатында нейро жаттығулар ұйымдастырылды. Табан ізі әдісі кезінде ата-ана өзін мақтау арқылы мәре сызығына жетуге тиісті. Мақсаты ата-анаға өз бойындағы жақсы қасиеттері балада да көрініс табатынын түсіндіру, өйткені алма ағашынан ұзаққа түспейді. Ата-аналар берілген ситуациялық тапсырмалар бойынша топта ақылдасып, өз көзқарастарын білдірді, проблеманың шешу жолдарын ұсынды. Баланың тәрбиесіне әсер ететін факторлар атты әлеуметтік бейнеролик көрсетіліп, проблеманың болу себебі мен одан шығу жолдары ұсынылды. Кім жауапты тренингі жүргізуші тарапынан ұсынылған жіпті мектеп, ата-ана, қоршаған орта рөліндегі ата-аналар ұстап, берілген сұрақ кімге қатысты болса, бір қадам алға жүру керек. Осылайша бала тәрбиесіне ата-ананың жауапты екендігін ұғындыру болатын. Жіберілген қателіктерді анықтау, шешімін табу мақсатында бала тәрбиесіндегі қателіктер атты тақырыпта постер қорғатылды. Балаға қалай әсер етуге болады сұрағына жауап беру мақсатында ескертпе парақшалары таратылды. Жол көрсет тренингінің мақсаты бірлік түбі тірлік екендігін, көшбасшы болудың маңыздылығын түсіндіру. Жылы сөз жаңға дауа әдісі арқылы жарақлы көңілді жақсы сөзбен қалпына келтіруге болатынын химиялық эксперимент арқылы дәлелдеп берді. Сұқ саусақ әдісі арқылы бала естігенін емес, көргенін істейтінін түсіндірді. Әрине, сабақ соңында ата-аналарға алғыс білдіру мақсатында жылы лебіз жазылған гүлмен қоса тәттілер сыйға таратылды. Ерекше форматта ұйымдастырылып отырған ата-аналар жиналысында ақ парақ атты тренингтер, тақырыпқа қатысты ерекше топқа бөлу әдістері, көңіл күйді көтеретін түрлі ойындар, топта ақылдаса отырып постер қорғау, суреттер мен жұмыстар жүргізу, схемалық жұмыстар, үлестірмелі парақшаларды тарату, проблеманы шешу жолдарын ұсыну, ұлы философтардың даналық ойларын, нақыл сөздерін қолдану арқылы ата-аналарымызды мектеп өміріне деген қызығушылығын арттыруға болатынын түсінді. Жаңа форматта ұйымдастырылған іс-шаралардың нәтижесінде сыныбымдағы ата-аналардың мектеппен байланысы нығайды. Бала тәрбиесіндегі ата-ана рөлінің маңыздылығын ұғынды. Тек үштік одақ құрылғанда ғана белгілі бір нәтижеге қол жеткізетінімізді түсінді.